Сәлеметсіздерме, құрметті жерлестер. 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Bir шаңырақтың астында халқымыздың достығы мен өзара түсіністігі, татулығы жалғаса берсін. Бірлік мәңгі жасай берсін. Бұқарырақтар, сіздерді келе жатқан халықтың келісім күні мен шын жүректен құттықтаймын. Дендеріңіз сау болсын, бастарыңыз аман болсын. Алдарыңызға қойған ойларыңыздың барлығы орындалуға Құдай жазсын. Мынау індеттен аман шығуға Құдай жазсын. Құрметті Ботақара кентінің тұрғындары, сіздерді 1 май мерекесімен құттықтаймын. Отбасыларыңызға береке, байлық, денсаулық тілеймін. Bir шаңырақтың астында тәтті өмір, ынтымақ болсын. Еліміз аман, отанымыз тыныш болсын. Уважаемые жители Бухаржалского района, отдел физической культуры и спорта вас искренне поздравляет с наступающими праздниками 1 мая, Днем единства народов Казахстана. Наша многонациональная семья в это непростое время отмечает этот замечательный праздник. И я всех искренне, всей души поздравляю, желаю крепкого здоровья и чтобы все коронавирусы проходили мимо нас. Спасибо. Я от всей души желаю, чтобы в нашем общем доме в Казахстане каждый чувствовал себя счастливым и нужным, чтобы работал, жил, трудился, творил на благо своей страны. Любви и взаимопонимания каждому, счастья и благополучия в каждый дом. С праздником, дорогие земляки! Құрметті Бұқаржа аудан тұрғындары, сіздерді 1 мамыр мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Ең бастысы сіздерге денсаулық, отбасыңыздың амандығын тілеймін. Қазақстанымыз алға жүре берсін, тәуелсіздігіміз мәңгі болсын. Отанымыз аман, еліміз тыныш болсын. Біз біргеміз. Дорогие земляки, поздравляю вас с 1 мая, с Днем единства народов Казахстана. В этот день хочется пожелать всем казахстанцам крепкого здоровья, счастья, благополучия, терпимости, а также мира и процветания каждому казахстанскому дому. С праздником! Дорогие земляки, хочу поздравить всех с праздником единства народов Казахстана. Желаю всем здоровья, процветания. Без біргеміз. Дорогие земляки, поздравляю всех с Днем единства народов Казахстана. Желаю всем здоровья, благополучия, процветания нашему государству. Біз біргеміз. Барлық қазақстандықтарды, барлық Бұқаржа аудан тұрғындарын біздің бірлік күні мерекесімен құттықтаймын. Құрметті аудан тұрғындары, сіздерге келе жатқан 1 май мамыр мерекесімен құттықтаймын. Мерекеде бәріңізге денсаулық, табыс, береке, бірлік тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Мейрамдарыңызбен. Салтымен қазағымның сәлем бердім. Ұлтым басқа болса да жүрегім бар. Қазақ пенен бауырлас шешен тегім. Талашыл Қазбек халқым атым менің. Қазақ тілі менің де ана тілім. Жан ұямды сөйлейді осы тілде. Осы тілден алды мен өнер білім. 29 жыл егеменді елімізге бақ құсы ұя салсын әр бір үйге. Ауданым Бұқар жырау Ботақара жолдайды ыстық сәлем бәріңізге. Тағы да Қазақстан бірлігі күні құтты болсын. Отанымыз тыныш, еліміз аман болсын, патшамыз аман болсын. Как говорится из песни, слов не выкинешь. И хочу я земле в пояс поклониться, той земле, на которой довелось мне родиться. Қазақ тегін айтпаған ғой, бірлік бар жерде тірлік бар. Сондықтан Қазақстанымызда бірлік жасай берсін, еліміз аман болайық. Біз біргеміз, біз мәңгілік еліміз.